Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Биго. Бүгін мен достар Майнкрафтта қалай FPS көтереді деген видео жасайын деп отырмын. Өйткені мен алдыңғы жолы Page of Launcher қалай жазады деген видео шығардым. Және де мод салу туралы видео шығарған болатынмын. Сол видеолардың астына сендер жазып кетіпсіңдер ойын қатады деп. Бүгін біз сол проблеманы шешуге видео шығарып отырмын мен сендерге. Давайте осы видеоға лайк басып арнаға тіркеліңдер. Ал ендеше бізге бірінші кезекте ойынға оптимизация жасау керек болады. Ал ол ойынды оптимизация жасау үшін бізге Optifine жазу керек. Ол үшін біз қазір браузерге кіреміз Googleға. Содан кейін сол жақтан жазатын боламыз. Ал ендеше кеттік браузерге. Так, достар, сендер кіріп, дәл осы жерге Optifine скачат деп жазатын боласыңдар. Сондан кейін шығады, немесе өз версияларын жасаңдар болады. Мен мына екеуіне кірмеймін, өзім официальный сайттардан жазамын. Так, Optifine деген официальный сайтына кіреміз. Так, менде кішкене енді пинг болады, сондықтан кішкене күтейін мен. Сендерде тез кіреді деген ойдамын енді. Дәл осылай кіресіңдер. Мен қазақ тіліне аудара салайын. Жарайды. Сосын былай сыра салайық. Енді бізге версия таңдау керек болады. Мына жерде 1.19.3 деген версия тұр. Кете сал. Так, 1.19.3 деген версия тұр. Және де мына жерден версияға кірсеңдер толып тұр мінекей. Өте көп. 1.2-ден бастап 1.19.3 ба қанша? Содан аяқталады. Короче, маған керегі қазір 1.12.2. Сендер үлкен версияға сызып алсаңдар болады. Қазір, Minecraft 1.12.2-ге жазам. Даунлодты баса салам жағына. Күтейік. Тағы шамалы күтеміз. Өйткені менде кішкене ауылда тұрғандықтан пилік болады, өте көп. Өте қатты. Екетшар. Андай шығып кете берді, тілді ауыстыр деймін абырды. Так, үстіне үсті күтеміз. Мына жерден skip деген шығу керек, алдындағыдай ғой, дәл. Skipті басам, менде жазылу керек қазір. Дәл force жазылған сияқты етіп жазасыңдар. Мінекей осы жерден даунлодты басасыңдар, и болды, сендерде жазылады қазір, күтейік. Осыны жазып болғаннан кейін қазір мен сендерге қалай оны Page of Launcher'ды установить ететінін көрсететін болам, қазір күтейік. Так, достар, енді менде жазылды. Жазылып болды. Сосын енді лаунчерге кетеміз. Лаунчерде ашып көретін боламыз, кеттігенше. Так, достар, енді біз осылай лаунчерге кіреміз де установитте jar дегенде басамыз. Одан кейін любой неге кіресіңдер де просто даунлодтан жаңағы жазған Optifine'дарын тауып аласыңдар. Менде мына жерде заттар бар, тауып алғасын сендерге көрсететін болам. Так, достар, міне біз Optifine таптық. Әйтеуірден мен үсті астында модтарды көріп тұрсыңдар. Енді оларды көрсетпеймін деген ойдамын, жастырып қоям, өйткені алдағы уақыттарда шығаратын заттарымды палит етіп қоям. Сондықтан оны барлығын скрет етіп қоям. Сендер тек қана Optifine'ды басып қаласыңдар. Болды. Так, достар, біз игровой режимге қостық. Енді мен тек қана мишкін шығарам да install деген кнопканы басам. Installды басқаннан кейін ол бізде жазылатын болады. Мінекей болды, жазылып болды. Енді сендер Optifine ойнай аласыңдар. Тап қазір камерға сендерге көрсететін болам. Сосын мына бір отырған кнопканы баса саласыңдар. Болды. Қазір, ойбай, менде қазір ойынға кіріп кете жаздады. Қазір ойыннан тоқтатып алайын. Әлі менде Optifine істеген жоқ. Қазір мен ойыннан шығып кетем кері. Ал қазір Optifine'ды қалай кіретінін көрсететін болам. Ал енді кеттік. Так, достар, жаңа мен 1.12-дегі версия өзі шығарып жіберді, өйткені менде 1.7.10-да мод болды, сондықтан мен шығарып жіберді. Енді мен қазір Optifine'ға кірем. Мінекей Optifine жазылды, Optifine'ға кірем де играны баса салам. Қазір играды басайық. Қазір сендерге ешқандай паузасыз көрсететін болам. Ешқандай паузасыз деген паузаға қоюға болады, айтпақшы. Ол кәдімгі 100% сенімді зат, сондықтан мен пауза қоям. Ойынға кіргеннен кейін барып настройканың барлығын сендерге көрсететін болам. Ал ендеше кеттік. Так, достар, менде 80 жаңа видео қоспас бұрын менде 140-150-ге дейін барды, тіпті 200-ге шейін барады. Сендер настройкасын дұрыстап жасап алыңдар. Мінекей настройкаға кіресіңдер, графикаға кіресіңдер, осындай жасайсыңдар. Мінекей сендерге осындай 6 сендерге вкладка қосып береді. Біріншісі шейдер, ол шейдер жаза аласыңдар. Осы Optifine арқылы барлық ютубер осымен қосады. Осының бәрін дәл осы настройканы жасап алыңдар, скриншот етіп, осылай. Анимация. Мына жерден мына кнопканы бассаңдар болды, анимация өшіп қалады.
содан кейін проче дейді, оны білмеймін. Мынау енді үстінде мына жерде FPS көрініп тұрады. Мына жерде енді ол керек емес деп ойлаймын. Просто ана жерден F3-ті басып шығарып аласыңдар. Енді менде телефон болғасын бірдеңе деп тұр ана жерде ағылшынша. Дәл осыны екеуін өшіріп тастайсыңдар. Мына жерде барлығын өшіріп тастайсыңдар. Түгел осылай өшіріп тастайсыңдар барлығын. Енді мен мынаны бассам, кішкене тұрады да, бір 5 секунд, 6 секундтан кейін барып не істейді. Оған мен вообще уақытым жоқ. Менде FPS нормально көтеріп тұр. Короче, міне осы көріп тұрғандарыңыздай 100 FPS. Содан кейін мен сендерге бір нені ұмыт кеттім, бір нені көрсетуге. И қазір осы видеодан көрсететін боламын. Міне FPS тексеріп алыңдар. Чанкты көбейтсеңдер енді қатат кішкене. Так, достар, мен чанкты жаңа көтердім. FPS түсті. 50-ге дейін барды. Мен сендерге видеозаписке түсіргем. Бірақ короче, жаңа байқамай видеоны сақтап, еще оны удалить етіп қойдым. Короче, солай болды. Короче, ана жерден шығып тұрды, басып қалғам, удалить етіліп кетті видео. Короче, көріп тұрғандарыңдай FPS 150-ге шейін барады, 150-140-ға шейін барады. Короче, чанкты көтердім, 6-ға шейін көтергенде енді 60-ға түсіп кетіп жатыр. Менің телефоным кішкене слабыйлау, кішкене қатты емес. Redmi 9 4 гигабайттық азу. Айтпақшы, айта кетерлік жайт, азуды максималдыға қойсаңдар. Содан кейін мен сендерге бір нәрсе қазір көрсетейін. Короче, осылай FPS-ті көтеруді көрсеттім. Үлкен версияларға да істейді, барлық жаңа көрсеткен версияның бәріне істей береді. Короче, осылай настройка жасап, оптимизация жасап алып, ойындарыңды ойнай берсеңдер болады. Ендеше мен жаңағы соңғы способты көрсетейін. Сол сендердің FPS-тарыңа көбірек жауап береді. Короче, соңғы сендерге көрсетейін, ал ендеше кеттік. Так, достар, мен кері кірдім. Енді мына жердегі настройка кіресіңдер. Осыған кіресіңдер, ойбайынан кірмейсіңдер. Мынаған ұрынбайсыңдар, мен байқамай басылып кетті. Осыны дәл осыны 100-ге тұрады ғой, соны 60-ға 50-55-ге қойып қойыңдар. Сол кезде ол ойын қатпайтын болады. Және де мына яқта азу бар. Короче, осы яқтағы азуды барына максималдыға қойып қойсаңдар, сендерде ойын қатпайды. Соны айтқым келді. Осы способты қолдансаңдар, сендерде ойын лагайт етпейді. Яғни 1.19-дарда смел ойнай бересіңдер. Мен 1.19-да видео шығарар едім. Просто менде ойын қатты ауыр болып кетсе, видеозапис өшіп қатты, сондықтан видео түсіре алмаймын. 1.19-да кішкене лагайт етіп кетсе, 50-ден төмен түссе, FPS 50-ден төмен түсіп кетсе, менде не болып қалады, уже ойын лақтырып жібереді, уже шығып кетеді. Ойын шығып кетпейді, айтпақшы, видеозапис өшіп қалады. Сол үшін де мен 1.19 сияқты үлкен версияларда ойнай алмаймын, бірақ Bedrock'та ойнаймын. Короче, көп сөйлемей қойын. Осымен біздің видео аяқталды. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліңдер. Ал ендеше давайте.